Жыл басынан бері қаланың тәртіп сақшылары қала меншігіне, қоқыс жәшіктеріне, ойын алаңдарына залал келтірудің 175 дерегін анықтады. Оның ішінде 52-сі кәмелетке толмағандармен жасалды. Көбінесе бұл құқық бұзушылықтар халық аз қоныстанған жерлерде жасалады. Алматыда инфрақұрылымның зақымдалуын болдырмау мақсатында қала әкімшілігімен қоғамдық бақтарды, саябақтарды және серуендеуге арналған аумақтарды қосымша жарықтандыру жұмыстары жүргізілді. 240 бейнебақылау камерасы орнатылды. 7200 жарық шамдары ауыстырылды және қаланың 511 көшесі жарықтандырылды. Сондай-ақ жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, биыл қаланың 127 ауласында бейнебақылау орнатылды. Осы бейне жүйелерді талдау арқылы қала мүлкіне зиян келтірген 157 құқық бұзушылық анықталды. Сонымен қатар тәжірибеде зираттарда қоршауларды ұрлау кездеседі. Жыл басынан бері 27 дерек тіркелді. Осы қылмысты жасаған үшін 9 адам ұсталып, қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Басқа қылмыстарды ашу мақсатында арнайы жедел топтары құрылды. Талдау көрсеткендей, зираттардағы металл қоршаулар мен ескерткіштердің элементтерін металл қабылдау пункттеріне өткізу үшін ұрлайды. Түсті металдарды заңсыз қабылдаған үшін 13 азамат жауапкершілікке тартылды. Құрметті Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары, қала мүлкіне ұқыпты болуларыңызды шақырамыз. Мұндай іс-әрекетке жол берілмейді және жауапкершілік көзделген.